Birga men Nursulton. Bugun men атақты ютуберлер қазіргі кездегі Накош пен Слим Кизет атты екі баланың видео түсіріп бастауына не себеп болды, сол жайлы айтатын боламын, айтып беретін болады. Так, ондай болса бастайық. Қазір ең бірінші мен Накоштан бастаймын. Накошта қазіргі кезде мен 200 подписчигі бар. Ал енді оған не себеп болды, ол сұрақтың жауабын алайық. Кеттік. Бастадым. Мен ютубты 2018-2019 жылдары бастадым. Майнкрафтты 2019-дың аяқ жағында бастап түсірдім. 2022-ге дейін Мылзи деген каналым болды. 3000 жарым подписчикке жеттім. Сөйтіп ол каналды сатып, жаңадан Накош деген арна аштым. 2 айда 1200 подписчикке жеттім. Жалпы Майнкрафтты бастаған себебім, Майнкрафтты түсірген себебім, менде бір ютубер болды. Ютубқа келген себебім, ол ютубер 2017-2020 жылға дейін не болды? Атақты ютубер болды, оның аты Боссен. Накоштың тыңдап болдыңыздар. Содан қарап мен Майнкрафтқа келіп, ютубқа келдім. 9,5 мың подписчигі бар. Ютубердің не себеп болғанын тыңдайық. Короче, бұл бәрің сәлем қазайлы Слимкез. Бүгін Нұр Кизет деген бір қазақ баламыз, қазақ ютуберіміз не себепті бізге маған сұрақ қойыпты. Мен қалай Майнкрафтта ютубқа видео түсіруге себеп болды дейді. Неге бастадым? Мен басында 2016 жылы менде бірінші каналым ашылған. Оған каналдың атын білмеймін дегенді өзім білем, басқа біреулер білмейді. Айтқан жоқпын себебі. Вот айтқым келмейді, пока что ояқты кринжовый. Короче, сол каналдың себептерімен оны тастап кеттім. Кейін мен орыстардан келген соң, орыс жабасынан келген соң, мен оны не істедім? Кинетика деген крафтта бірінші келдім, сояққа создатель болдым. Алғашқы видеоролигім түсірілді. Алғашқы видеоролигім мен басында не істедім? Түсіргім келді, сояққа түскен соң. Вдруг мен популярный боламын, көптеген подписчиктерге жетейім деп. Сондықтан мен не істедім? Сояқтан популярностьым басталды. Содан кейін мен, сыныптастар деген киноны қарадым. Солардың актерлары жүрді. Google солар жүрді. Солармен кездесіп қалдық бір ретте. Сөйтіп олармен фотоға түсіріп, инстада мен кішкене хит болдым тоже. Сөйтіп мен өзімнің Майнкрафт сол кинетика арқылы өзім карьерім басталды. Одан кейін Қазорда кланына кірдім, Қазордада жүрдім тоже. Сөйтіп мен одан шығар жерді мені кетіп қалдым сөйтіп мен өзім бір талпыныспен аудитория жинауға тырыстым. Сөйтіп қолымнан келді, шықты қолымнан. Міне 9000 подписчикке келтірдім. Көп рахмет қазақ еліне. Ал осымен менің интервьюім аяқталды. Давайте, бәріңе сау болыңдар. Нұртың каналына тіркеліп кетіңдер. Жақсы, онда Слим Кизеттің не себепті болғанын тыңдағаныңыздар. Ал енді мен бұл ютубқа Айшуақ пен Делин деген екі ютуберді қызығып қарап келдім. Мен өзім Майнкрафт ойнап жүргеніме 3 жыл болды. Өте көп білем Майнкрафтты. Яғни жақсы білем. Мен де сол себептен видео бастадым. Яғни мен қасында ержан деген өз бауырым мен видео түсірем. Жақсы, онда сіздермен болған мен Нұрсұлтан. Осы сұрақ жауабына подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетейік.